ешкім айтпайсыңдар. Қызық айтады. Егер бастыққа жақпасаң, өтінішті жазда, есебіңді айырған соң, жоғарыға бір домалақ арызды домалатта, әрине сол қолыңмен жазып, аты жөніңді көрсетпей, айдап жібер. Ал бұл жалғанда қашып құтылмайтын бастыққа, яғни өз әйеліңе қалай жағыну керек. Міне осы туралы мәселе. Әйел деген сөз, әйел, ел болайық деген сөзден шыққан. Бұл қосылайық, үйленейік дегенді білдіреді. Көрдіңіз бе? Енді бәрімізге белгілі, бүгінде бар ғой, қатын деген ойбай астапыралла, кешіріңіздер, ғафу өтіңіздер. Әйел дегендеріңіз еркектен ығып жүретінді қойды. Қайта еркек әйелден ығып жүреді, бағып жүреді. Ал сен еркекпін деп қоқаңдасаң, темір төсекке түнейсің. Егер сен қол берем десең, ол қолыңнан қорқпайды, өзің қорқасың. Сондықтан әйелің әй десе қата қалғаннан, шәй десе жата қалғаннан басқа амалың жоқ. Семьяның енді жағдайына ауа райымен салыстыруға болады. Оның да жаңағы шуағы, жаңбыры, көктайғағы, апталап бұрқырайтын бораны болады. Сол кезде не істеген жөн? Ол кезде енді алғаш күні сен енді еркекпін деп едірейіп, ол әйелмін деп едірейіп, екеуің екі жақта жатасыңдар. Бірақ еркек одан пайда таппайды. Өйткені мына алимент төлейтін жарты жалақылы еркекке бүтін әйел табыла бермейді. Сондықтан не істеу керек? Таңертең баланы бақшаға апарып тастап, келе сала, шайды қойыңқырап жіберіп, төсекті жинаңқырап жіберіп, үйді сыпырыңқырап жіберіп, үй-суды шашыңқырап жіберіп, әйеліңнің халатын, көйлегін өтектіңкіреп жіберіп, әйеліңнің шөмелесін, қыспасын, онысын, мұнысын, барлығын, тартпасын, бәрін жинаңқырап жіберіп. Қатакесі, кемпөшкесі, түнде менен бір өткенде бір қателік болып қапты, тұра ғой жаным деп, шай сандығын былай салдырата бер. Сол кезде о жерім бүйтіп қапты, бұл жерім сөйтіп қапты, сылтауратып, сылтиып асып өзде келеді. Енді көп ұзатпай магазинге алып бару керек. Магазинге апарғанда ойбай, қымбат дүние сататын, алтын сататын магазинге жолама ойбай. Анау мата, кітап, шаруашылық магазин көп қой. Соған ертіп бар да, мына бір матадан көйлек кимейсің бе? Ана бір ожау ұнай ма? Мына бір кітап жақсы екен деп ұсыныс жаса. Ондай арзан нелер өзі алмайды. Жалпы мынау ұнамды нәрселерін алып жүрген дұрыс қой. Сосын көшеде жүргенде қамқорсыз сөйле. Ана бір сым капронды жыртып кетпесінші, мына бір шұқырдан аттап өтші көкем. Деп ыстықта, ағында, суықта, өзінде жүрген дұрыс болады. Ал енді ешкім айтпайсыңдар ғой. Әйелдер қызғаншақ болады. А еркектер бөтен әйелдермен сыбайлас болған жек көрмейді. Сондай бір бөтен әйелмен келе жатқан кезде алдыңнан өзіңдікі шыға келсе не істейсің? Өзі саспау керек, түк саспау керек, бүйдеу керек. А сіздің іздеген көшеңіз оң жақ бұрыштағы 4 қабатты үйде. Шығарып салу керек. Әйел сұм болады, сенің басыңа қатер төнгенін біледі, рахмет айтып жөніне кетеді. Ал өзіңдікі жөн сұраған адам екен деп қолтықтасып жүре береді. Жалпы көшеде келе жатқанда таныс әйелдермен сәлемдеспе, байқамаған болып өте шық. Енді бір қызығы, мынау әйелің ауырған сәт еді. Тіпті ауруханаға түсіп қалса, Құдай-ай, жалғызым еді, жалғыз бақытым еді, осы өмірдегі тіршілігім еді деп көзіңе жас ал. Тіпті жұрттың көзінше қорсылдап жыласаң қатып кетеді. Енді жалақыңды алған күні түгел әкеп қолына сал. Өйткені кейін мынау шылымға, картаға қажет болғанда жаймен білдірмей ала беруге болады. Егер әйелің киім сатып алса, апырмай өзің фигураң өз қалпында екен ғой. Құдай-ау, мына бір киім тіпті өзің арнап тіккендей деп тіпті жәдігөйлене сөйле. Енді бала бір нәрсені білдірмей тұрмайды. Әйелің балаға сөгіс жарияласа, сен ұрыс. Ол ұрса, сен шапалақтау жібер. Сен шапалақтаса, ол сен жұдырықта.
жалпы бұл баланың тәрбиелегені болып табылады, мынау әйеліңе көмектескені болып табылады. Сосын мынандай нақылдар естеріңде болсын. Әйелің ұрысса күле бер, әкең ұрысса түрегел. Әйел тыңдамаған әлеменші. Әйеліңнің жолы пайғамбардан да үлкен. Әйелдің қулығы 40 тракторға жүк болады. Әйелдің бір ауруы алтын деген. Әйелге алтын көрсеткен тақырда тайып жығылады. Сақинасы көп, жеңгейдің ақимасы да көп. Шашы қысқа әйелдің ақылы ұзын болады. Міне осы нақылдарды орындасаң, құлағың тыныштық табады. Осы айтқандарым келмесе, маған сәлем бермеңдер.